Ассалаумағалейкум жақсылар, сіздермен Бай Сайранбай YouTube арнасы және бізде әдеттегідей мектеп анкетасы. Қонақта бізде бүгін сары бала Мұхамбет бауырымыз. Мұхамбет, келгеніңе үлкен рахмет, қош келдің. Бірінші сұрақ толтырмай жатып, мектеп анкетасы деген нәрсені білесің бе негізі? Жоқ, бірінші рет естуім, қош көрдік, рахмет, шақырғандарыңызға сыйлап. Бірінші рет естуім о жалпы. Бұндай білмейсің, е? Жоқ, біздің кездерде болған жоқ бұндай. Жақсы, онда бір новшество болады екен саған, е? Жасап көрейік. Мінекей саған онда бетіңді ашып беремін. Қай бетпен толтыратыныңды. Мінекей. Екі бет сеніңкі. Мына жақтан бастайсың ба, мына жақтан бастайсың ба, өзің білесің. Және де қай түспен толтырасың? Қаралау көкпен толтырамын. Көкпен толтыра бересің. Жақсы. Олай болса, бір деп жазып, бірінші сұраққа көшетін болсақ, қазір мен саған сұрақ айтамын, сұраққа жауап аламыз, содан кейін барып арай толтырамыз, е? Келістік қой. Кеттік. Бірінші сұрағымыз бұл бізде толық аты жөнің. Толық аты жөнім Мұхамбет болады, жалпы атым, есімім. Фамилиямды айтайын ба? Өзің айтқың келсе айт. Жай Мұхамбет деп қалдырсақ та болады, қалай? Фамилиям Базарбай, атамның аты. Нұржанұлы, әкем аты Нұржан. Жақсы. Мұхамбет деп кім қойды негізі есіміңді? Мұхамбет деп мен есімді көкем қойған. Көкем айтатын Мұхаммед дегеннің қазақшасы Мұхамбет деп. Содан кейін сөйтіп қойған дейтін. Соған болады ғой, Мұса дегенді орыстар Моисей деп айтады. Моисей дейді. Сол секілді. Өзімізде керемет, жақсы. Өзінің бір тарихы бар десейші атыңды. Жақсы, онда бір деп толық аты жөніңді өзің жазып кетсең болады. Келесі сұрағымыз бұл бізде толық жасың нешеде? Толық жасым 19-да, Құдай қаласа 15 апрельде махаббат күнінде 20-ға толамын. Күшті күні туылған екенсің, е? 20-ға толасың. Сен 2006-сың Аллахымыз, е? 2006 жылы 20-ға толатын болсаң. Арамыз 10 жас екен, қандай қазір ана миллениал мен зумер отыр жерде. Жақсы. Жалпы көбісі таңғалады. Біреулер 2003-те ойлайтындар бар екен, 98-дерде ойлайтындар бар екен. 2006 мен брат деп. Понятияң сәйкес келмейді ғой дейді, түсінетін нәрсеңді. Не по годам взрослый деген сөз бар ғой, орыстарда мүмкін сондай шығар. Жаза кет онда, толық жасың. Келесі сұрақ бұл, саған ұнайтын түс. Қандай түс ұнайды? Маған ұнайтын түс осы. Темно-синий цвет ұнайды ғой маған. Сондай түс. Күшті. Мына жерде жемпірде А деп қойыпсың, бұл өзі белгі ма бұл негізі, әлде қалай? Жоқ, өзі типа сондай бренд қой. Бренд па бұл? Мен деген кәм. Ары қарай кетіп қалдым ғой. Жақсы. Жақсы, онда жаза кет. Түске. Келесі сұрағымыз бізде ол сүйікті тамағың. Тағам? Сүйікті тамағың қандай? Жалпы сүйікті тамағым 5 қой, ең бірінші очередь. Бірақ андай болады, мен баяғыдан негізі ет жемейтін көп нәрсе. Өзім жалпы осы студент болмай тұрып ет жемейтін, сэндвич жемейтін, колбаса жемейтін. Сосын мына жаққа келіп көрінген нәрсені жеп отырып қой. Студенттік өмір үйретті десей жалпы, е? Болады ол да солай негізі. Мамамның ғана істеген беш ұнайтын. Көп жерде бірақ ана сәл жеген кезде еттің дәмін сезіп қойсам әлі күнге дейін жемеймін ше. Сондай нәрсе бар. Мысалы қойдың етімен беш жемеймін. Еттің өзінің бір несі бар дейсің ғой. Таңдап соның өзіне таңдап жейміз. Жақсы. 5 деп жазып кет. Жалпы ет жемейтін қазақ жоқ. 5-ті сүймейтін қазақ жоқ шығар. Келесі енді 5-тен кейін жақсы бір сусын кетеді ғой. Қандай сусын ұнайды? Жалпы негізі мен андай өзім бір түрлімін ше. Мысалы біреулер горилла жақсы көреді, біреулер кола жақсы көреді, менде ондай жоқ қандай. Сәл-пәл су ішетінім бар. Жай су. Сорпа, бірақ 5-тен кейін сорпа жақсы ғой негізі. Өзің сүйікті сусының ше? Просто сусын. Не өзің көп не ішесің? Өзім сүйікті сусыным реклама жасап жүрген сусындарым ақша төлегесін. Айта кет. Бұл да бір интеграцияң болар өзіңе. Например, супер кола деген, мысалы, кола ішпейтін ақша төлегесін, маған дәмді, кәдімгідей. Сайджи деген энергетик бар. Сондай. Жақсы. Жазып қойсаң болады. 6-шы сұрақ бұл енді сүйікті жануарың. Сүйікті жануарым мысық қой. Мысық. Баяғыда мысық жақсы көремін, өзім мысығым бар. Аты Муиса деген. Муиса? Кезінде пайғамбарымыздың мысығының аты сондай болған. Муиса деген. Бірақ уақыт болмай кетіп астанаға салып жүрдім. Андай мысықты сатып алмаймын жалпы. Асырайтын кездер болды, ол екінші мысығым шығар, осы Алматыда жүріп асырап жатқан. Моментами ғой, мысалы, например, мен екінші Муиса деген мысықты асырап алған кезде ол подвалға түсіп кеткен болатын ше. Сол жақтан шығарып алып тұрып асырадым. Өзі бір бөлек бір тарихымен десейші, барлығы.
күшті. Қиялым ғой сондай. Әйтеуір сондай оқиғаларға кездесіп жүретін ба? Мысықтың несі ұнайды саған? Мысық жалпы өзі сүйкімді жануар ғой, содан кейін сосын тазалығы ұнайды мысықтың маған. Иә. Содан кейін ұнайды. Сосын иттер де ұнап қойды енді бір хачико алсам ба деп қоямын. Жаңағы хаски ма? Жоқ. Сиба Ину дейтін бе? Иә. Японский. Иә, ол басқа иә. Мен де шатасатыным бар енді. 30-дамын ғой, мән берме. Иә, жазып кет мысық деп. Кетті, келесі сұрағымыз ол бізде 7-ші спорт түрі. Спортпен шұғылданған өзіңе ұнай ма? Спорт ұнайды дегенде мен негізі шығармашыл адаммын, больше шығармашылық ұнайды. Например, әнге қатысатынмын, ән айтатынмын, сондай нәрселер. Көп инструменттерде ойнай аламын. Бірақ еркін күреспен айналысқанмын өзім. Еркін күреспен. Көп жыл, иә. Ода категорияң бар ма? Не ранг? Бұл категория емес. Не жаңа мастер спорта деген сияқты. Бірақ былайша айтқанда мен қатысқан кезде мен қанша весім бір 80-ге таяған етінші сол кездерде. Кілең мен андай етім да. 8-де едім ғой, короче, бойым кішкентай күрескен кезде ше. А мен соперниктарым, короче, сол кезде бірге шынығатын балалардың өздері деу мынандай 4 бұрыш, короче. Менің весімдағы балалар ғой, сүйектері ауыр. Сөйтіп жарысқа дегенде неден шыққам? Бір жекпе-жектен шықтым. Одан кейін барып былайша айтқанда бір-екі рет болдым, бірақ ондай бүйтіп орын алып бір ондай болмады. Жалпы профессионально айналысқан спорт түрің ғой негізі. Иә, андай районда жеңіл 50 килограмм, 60 килограмм балаларды қадап қояды. Бәрі күреске қатысып қойғам деп айтады. Аяққа бір кіріп. Бұлай негізі қандай спорт түрі ұнайды? Өзің қандай спорт түрімен жаңағыдай өзің көп көресің, бақылайсың, жанкүйер боласың? Мен шыны керек бар, ол спортқа вообще қызықпайды екен. Қызықпайсың ба? Балалар андай кішкене в шоке болады. Біреулер, достарым бар, мысалы, пиво ашып футбол көреді, жиналып ше. Маған қызық емес та, футболда қызық емес. Неде қызық емес, даже Қайрат пен Реалдың матчы болған кезде де көрген жоқпын. Сондай нәрселер бар. Бірақ баскетбол ойнайтын кезінде районда болған кезде. Нормально ойнап қоятын тоже. Ну, наверное, если бір спортпен айналыс десе, баскетболмен айналысады. Баскетбол. Ұнайтын спортқа баскетбол жазуға болады ғой жалпы, иә? Келеді болып қалады ғой, иә. Оны соны жазсаң болады. Жақсы. Ал келесі енді осы спорт тақырыбынан ауытқымаймыз. Спортсмен сүйікті немесе кумирің өзің бір. Осы спортсменді. Иә. Ондай бір сүйікті нелер жоқ, енді кумирлар жоқ. Енді бірақ уважать ететін спортсмендер бар. Былай сыйлайтын. Мысалы, Аза Максум деген UFC байыс білесіздер ме? Иә. Сол деп айта алатын енді мысалы. Шафқат Рахманов бар енді. Подписан болмаса да уважать етеміз. Құдай қаласа оған да жетіп қаламыз. Сені қалаған көрінбей қалсың жанымнан. Я, біреуін жаза кетсең болады. Кімді жазасың өзің? Шафқат деп қойық. Шафқатты, иә. Жақсы. Өнерде жүрмін деп жатсың ғой, өзің шығармашыл адаммын дейсің. Енді актер немесе актриса келесі сұрақ. Өзіңе ұнайтын голливудтық, шетелдік, кез келген қазақстандық болсын. Жалпы енді осы актерский темасына келетін болсақ, мысалы кейбір жағдайларда енді кім екенін былайынан не істемей қойын, айтпай қойын, былай енді сырттай естігенде, мысалы академияда да андай кішкене бір жамандау болады дейді, короче, оқымаған актерлар үшін. Мен өзім оқымаған, бірақ сол саланы армандаймын да, сол салада кетсем до конца. Құдай қаласа режиссер болсам ба деймін андай. Кезінде дейтін псих болғанмын, фантазер болғанмын, музыка тыңдап сценарий жаза беретім. И содан кейін, короче, бірақ сүйікті актерлардан бар ғой, базар жоқ, барлығы мықты ойнайды ғой, енді ойнап жатқан проф актерлар, жүрген актерлар барлығы мықты. Бірақ маған өзіме бар ғой, жалпы комедиян актер Қазақстаннан болса, мысалы, Қанат Әжапаров. Маған бесті күрікі. Деп айтатын, өзім ұнайтын. Сосын, бірақ мойындайтын актер Нышанбек қой. Нышанбек аға, иә. Ой, несі образдары өте керемет. А сен нормально түсір. Голливудтан болса, Брэд Питті жазатын. Кішкене андай ғой, Брэд Питт өзі кезінде журналист болған ғой, сосын бірақ актер болған. Тура сол секілді мен де журналистикада оқимын, бір жұмыс істедім былай-мылай еще. Содан кейін ғой. Иә, Брэд Питті жазсаң болады, иә. Жақсы. Енді 10-шы сұрақ. Бұл былай енді сен жасап жүрген контентте де бар, сенің өзіңнің фразаларыңда қатты солай танылып кеткен.
сенің сүйікті мемің мә сүйікті деген бар или ғой. бір қатты бір көретін Өзімді көретін ба? жоқ басқа неден Басқа контент түсіретін басқа адамдардан ба? контенттерден иә қазақстандық немесе басқа да шетелдік бір мемдар болады ғой сурет болсын ол Мен андай білмеймін, тоже осы саладан осы жағынан сәл андай біреулер мысалы бір мемдерге күледі, ондайға күлмейтін, мен қызық емес етін. Бірақ анау бір американский бір не бар, тақырбас, білесіздер ма білмейсіздер ма, анау барып адам жанына барып мяу деп мяулайды ғой, короче. Мен білем, очки тағып жүреді ана, иә, тақырбас өз мен көргем негізі. Жаңағы ән айтқанды жақсы көремін деп жатсың, өзіңнің сүйікті әншің бар ма? Немесе сүйіп тыңдайтын тобың? Сүйікті әншім ба, кім? Қайрат Түнтеков ұнайтын. Қайрат Түнтеков. Вкусым тоже шалдарский, короче. Сонда айттың, Қайрат Түнтеков тыңдаймын, дауысы ұнайтын маған. Былай да өнерден кішкене кейбір кездерде жол болмай қалған кісі ғой жалпы. Басылып қалған, бірақ қашан андай мықты жұлдыз болып кететін, дауысы кәдімгі мықты. Соны мойындайтын сол Қайрат Түнтеков. По-любому Димаш Құдайбергенов включу. Димаш Құдайбергенов. Осы екеуін айтсам болады жалпы. Жақсы, жазсаң болады. Мен Қайрат Түнтеков деген ол сен әлі туылмаған кезде суперстарды ұтқан еді ғой бұл кісі. Мен әлі есімде SMS жібергенбіз бұл кісіге кәдімгідей осы ұтсын деп суперстар кезет болып жатқанда. Келесі сұрақ енді бізге сүйікті әнің. Сүйікті әнім Тамшылар әні ғой, АДК тобы. Мен қатты таңғалып отырмын жалпы қазір Мағамбет. Мен қазір сен жасыңа сай бір ответтер емес болып отыр, мына жерде кәдімгідей бөлек болып отыр. Ертең оқырмандан көріп жатқан көрермендер бір басқаша қырыңнан танитын сияқты сені. Иә, мысалы, сол АДК-ның сол Тамшылар әнін көп айтатын өзім баяғыда. Қазір бірақ бір жарым апта болды, дауысым осындай темпте қалып қалды ғой негізі. Жоғарғы тембрлар ұстай алмай қалдым, кішкене мелизиум шықпайды. Бірақ сол Тамшыларды айта беретім, караоке барған сайын да айта беретім. Өзіме қатты ұнайтын, ерекше ұнайтын сол өлең. Өте күшті не ғой негізі ән ғой. Тексті да өте күшті, музыкасы да өте күшті. Сосын Аяулым әні ұнайтын. Күшті. Жаза кетсең болады. 13-ші сұрақ. Кітап немесе автор? Кітап оқисың ба? Жоқ. Кітап оқымайсың? Или оқыған кітабың бар ма немесе? Мектеп кезде андай әдебиет, қазақ тілі деген болмаса так вообще бүйтіп. Бұлай өзің қызығып оқымағансың ба? Жоқ, өзім қызығып оқымаймын. Аудиал, визуал деген болады ғой жалпы. Біреу көзбен қаттырақ жасайды, біреу құлақпен қаттырақ жасайды. Мен аудиалмын ғой больше. Мен тыңдасам, кітапты тыңдасам, андай қылып тыңдамасам, аудиомен ше. А так бүйтіп оқыған жақсы көрмеймін негізі өзім. Былай электронды кітаптар тыңдағансың ба негізі? Жоқ, тыңдамадым. Ондай аудио кітаптар. Андай мотивация ұстап қалады да, кітап оқиыншы осы, нормально оқып кететін сияқты. Сосын бір алып бірдеңе болған кезде басын ашқаннан кейін болды, оқымай қоя беремін, короче. Сондай болады. Бірақ кімнің несін оқысам ба деймін? Станиславский актерство, сонымкін оқысам ба деймін. Өте жақсы. Өте жақсы негізі. Таңда оқысаң керемет болады. Бұл жерге қазір енді жай бітіп сызықша қойып кетсең болады. Келесі сұрағымыз бізде мен жек көремін деген сөйлемді жалғастыру керек боласын. Мен жек көремін, ары қарай өзің айтасың. Тамақ любой нәрсе болуы мүмкін бол? Иә, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ол адами қасиет болуы мүмкін, ол бір жануар болуы мүмкін, ол бір жаңағыдай өзің айтып тамақ болуы мүмкін, су болуы мүмкін, кез келген. Может бір қаланы жек көресің, просто как мысал ретінде. Мен жеп көремін, бір қасиет айтсам, тәкаппарларды жеп көремін. Тәкаппарлықты. На принципе өзім сондай, бірақ өзім андай, может маған да айтатын кезінде мамам, ол да тәкаппарлық сенікі деп ше. Бірақ андай тәкаппар адамдарға да тоже на принцип кететін мен всегда ше. Ұнамайтын андай. Кім маған тәкаппарланды, мен де оған на всю жизнь, короче, сөйтіп өзімді қабылдап аламын, қырсық боламын деген сияқты. Бірақ негізі оның өзі де бір тәкаппарлық дейді, ондай принципиальный болғанның өзі ше. Бірақ енді адам максимально қарапайым болу керек қой, мысалы медиасферада да көрген кезде неше түрлі адамдар бар, осылай бас деген былай, иық былай, короче.
ондай болу керек. Мысалы маған адамдар келеді, мен сөйлесіп түсінбей қалып темекі шегіп тұра беремін де, әңгіме айтып күнде көрісіп тұрған сияқты өздері де айтады, брат сен біз как будто бір 2 жыл танитын адам ұқсап әңгіме айтасың ғой деп ше. Сол секілді всегда қарапайым болу керек адам негізі. Көп жерде қарапайымдылық құтқарады, тәкаппарлық еш жерге апармайтын нәрсе. Егер сіздерде мысалы біреулер танымалдылықты армандаймын десе, жалпы ниет қой барлығы. Егер сол тәкаппарлықпен армандайтын болсаңыздар, ондай кезде ештеңе орындалмайды деп ойлаймын жалпы. Қарапайымдылықта барлығы десейші. Иә, барлық қарапайымдылықта. Өте керемет, өте керемет. Жазып кетсең болады. Мен жек көремін тәкаппарлықты деп. Немесе жай тәкаппарлық деп жазып қойсаң болады. 15-ші сұрақ бұл сенің жағымды жақтарың. Өзіңді мақтай аласың ба? Өзің мақтай алмасың ба дегенде, жағымды жақтарым бар ғой. Жағымды жақ бір мен үшін минус, бірақ қалғандар үшін плюс болуы мүмкін. Сондай бір қасиетім бар, андай қатты аяймын адамды. Қатты аяушылық. Иә, мамам сондай болған соң ба қатты мейірімді болып кеткем. Сол үшін көп проблемаларға ұшырайтын мен ше. Кейбір жағдайларда. Қатты мейірімдімін деп жазсаң бола ма екен? Қалай болады екен? Солай жазсаң болады негізі, келетін сияқты. Қатты мейірімдімін. Келесі сұрағымыз бұл бізде жағымсыз жақтарың сенің. Жағымсыз жақтарым ба? Жағымсыз жақтарым басқа тұшатым бар, бір адамға қатты үйренісіп кетсем ше, қатты араласып кетсем, прикол ұстап, ананы не істеп қоймаймын ғой, короче. Басын шартсыз. Бір тауып аламын ғой бірдеңені ше. Районда да сондай етін погоняла қоятын мен едім ғой. Біреуді көрдім, бір дос болам, қалқан құлақ дейтінмін, біреусіне сөйтіп погоняла қойып қойғам. Біреусін жалпы мысалы үйде Ақтан берді деген білесіздер ме, блогер дос балаларым? Иә. Сол Руся деген бір тиктокер жігіт бар, екеуі бірге қосылған ғой. Анау екеуі бар, ол натуре Тимони Пумба ғой. Сөйтіп айтамыз ғой, үйдегі балалар барлығы. Үйде бір бала бар, еще побег из ауылдағы сапокқа ұқсайды. Сапок дедім, бүкіл сапок деп айтады. Сосын прикол ұстай берем, может сол шығар жаман қасиет. Кейбіреулеріне ренжитіндер бар еді негізі. Приколмен деп. Жақсы. Соны жаза кетсең болады 16-ға. Оны қалай жазамыз оны? Әзіл деп. Қатты әзіл деп қоямын, тым асыра әзіл деп қоямын деген сияқты. 17-ші сұрақ бұл бізде цитата немесе қанатты сөз. Братишкалармен сөйлескен кезде не істейтін бар, кішкене інілермен ше, никого не бойся деп. Никого не бойся? Если кто-то будет вмешиваться, скажи мне фамилию деп. Болады ғой, ол да келеді ғой, әдемі ғой. Келіп қалады ғой. Никого не бойся, ешкімнен қорықпа деген нәрсе ғой. Действуй смело, никого не бойся. Есть. Честно, по закону, как положено. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию. 18-ші сұрақ бұл бізде жабылмаған гештальт. Гештальт бар ма ондай? Болған бір бала кезде, короче, пахан алып бермей қойған ғой. Андай білмеймін неге екен, сондайға қызығатын немесе андай бір күшіктер бар еді, үріп тұратын ше, робот ше. Тұратын еді көшеде. Папамдан кішкене серьезныйлау кісі ғой жалпы. Қуасым кішкентай не емессің ғой, қыз емессің ғой деген сияқты ол. Содан кейін сол білмеймін ерекше есімде алып қалған, біраз арбатта кетіп баратқан кезде соны қорқып сөйтіп айтқам соны ше. Кезінде пахан алып бермей қойған осында. Болады ол да гештальт қой, мысалы жабылмай қалған, бір қатты бір көңіліңде қалып кеткен нәрсе ғой. Ал 19-ші бұл бізде арманың немесе мақсатың. Арман мақсат Құдай қаласа елімізді қатты бір танытатын бір кино шығару ғой жалпы. Кино түсіру, иә. Жаңа өзің айтып жатсың, режиссер болғың келе жатыр дегенде, соған келе жатыр. Өте керемет. Иә. Өте керемет жазсаң болады. Кино режиссер болу деп немесе жазсаң болады, иә? Қосып. 20-ші сұраққа келдік. Енді бізде өміріңде болған ең керемет есте қалған сәт. Өмірімде болған ең керемет есте қалған сәт. Ол балалық шақтан болуы мүмкін, ол жаңағыдай қазіргі кезде болып жатқан нәрсе болуы мүмкін. Қатты қуанған. Қатты қуанған ба? Қуантқан. Немесе қатты есіңде қалған. Қатты есімде қалған, осы жақындағысы есіме түсіп тұр. Біздің жалпы Инстаграм парақшақта закрепте тұр ғой, трейлер шыққан кез ғой. Сол кезде енді армандаған затым ғой.
андай ғой енді все бір арман гештальтын Иә, бір орындалып жабылды жатыр деген сияқты. нәрсе ма? Жылап жібергенмін еще сол кезде сол трейлерді көріп ше дос балалардың барлығына көрсетіп аккаунтында закрепте тұр, если что қарасаңыздар Иә, мен көрдім оны, мен көрдім. Мен жалпы мына сериалды бір көріп шықтым, сіздерді жаңағыдай шақырмас бұрын жалпы бір зерттеу керек болды ғой, адамды көріп, сен контентіңмен танысып деген сияқты. Иә, жақсы, өте жақсы, именно жастардың көрінетін сериал екен негізі. Мен жасыма келмейді әрине, бірақ та мен барынша түсіне білдім да кішкене. Мен кішкене мектеп кезіндегі нәрселер есіме түсті. Келесі сұрақ енді жазып кетсең 20-ға жаңағыдай трейлер деп жазып кетсең болады. Трейлер шыққан кездердің ғой. 21-ші сұрақ ол бізде қатты өкінген кезің немесе қатты бір көңілің қалған кез, бір сәт. Бір заттан көңілің қалып кетті, бір оқиғадан көңілің қалды немесе. Қатты өкінген кезім мейірімділігімнің кесірінен шығар жалпы. Бір оқиға болды ма солай? Иә, бір оқиға болған сондай. Бір момент болды. Өкінішілік, енді андай бір аяушылық сезіммен бір қызбен 1,5 жыл уақытта жүрдім, айырылыса алмай. Жай сон аяушылықпен ба? Аяушылықпен дегенде ол енді бірақ аяушылық болатын, повод болатын. Жалпы өз жетім қыз болған. Содан кейін андай кәм қиналам ғой, мен азапталып, сол уақыттан веш жинап алдым. Негізі кішкене стресс қой. Иә, стрессқа түсе берем, мына жақтан творчествомда болмай қала береді соның кесірінен ше. Соны ойлай бергеннен ше, сөйтіп жүрем, қалай айтарын білмеймін. Андай бір өзімді бір не сезініп кетемін ғой, еркек емес секілді ше, негізі еркек дейтін. Бүйтіп қарасаң ана бір балалар дейтін өздерінің оқиғаларын айтып беріп жатады, бүйтіп бәлі бір қыз қолдан тыста кеткенсің ғой, бетіп кеткенсің ғой деп. Мен ойланамын да, мыналар қалай істейді екен осын деген сияқты ше. Мен қолымнан мысалы ондай нәрсе келмейді де, келгендер жоқ. Әрең дегенде дух жинап айырылысқан болатын. Оның өзіне дейтін әлі күнге дейін қиналып, енді ойлайсың ғой по-любому. Не болып жатыр екен деген сияқты. Иә, ақшасы бар ма екен, бәрі дұрыс па екен деген сияқты. Мысалы, қазіргі таңда ақша лақтырып отырамын мен зарплатамнан шыққан рекламадан түскен. Жақсы. Сондай. Жазып кетсең болады. Өте жүрегім өте нәзік, сондай жылы жанмын дейсің ғой. Мен қазір солай түсініп отырмын сені. Мен реально тағы да айта кетейін. Вообще басқа жағынан танып отырмын сені. Ертең қалай болады екен выпуск бар ғой. Келесі сұрақ, соңғы уақытқа қуантқан оқиға. Енді соңғы уақытқа келетін болсақ, жаңағыдай трейлерден бөлек тағы бір сондай бір оқиғалар болды ма? Болды, иә. Ең соңғы уақытта қуантқан оқиға бар, кастинг директор нелер бар, балалар бар, танысып жалпы барлығымыз. Сол Нұрғазы деген жігіт андай, вайндарды көріп айта беретін, бәрі сен комедияда ойнау керексің деп ше. Динамика бар, анау бар, короче. Соны ойнау керексің деп сөйтіп, біз сені өзіміздің неге қосайық дейді мені. Фотосессия жасап, как біздің актер ретінде. Анкета аяғы, иә? Иә, анкета. Ал менде диплом жоқ, мен егер сондай немен кірмейтін болсам, былай никак болайын деп тұрды маған бір. Енді журналистиканың диплом актерствоға жарамайды, былайша айтқанда. Иә. Бірақ лицомен де актер болып кетуге болатын еді. Сол енді осы жақында естіген хабар бір кино шығады, атын айтпай қой, бірақ Қайрат Әділгерей ойнайды ішінде. Бір-екі ойыншықтар бар, сол жақтан бір эпизод берген болады. Яркий эпизод дейді, былайша айтқанда. Басында, соңында, ортасында бармын. Бар бердің рөліне. Күшті. Жалпы үлкен бір фильмде ролің бар ғой, сол қуан. Ең бірінші болып тұр. Иә, ең бірінші. Жақсы, үлкен жобада. Күшті. Иә, жаза кет. Сол бір жыл бұрынғы өзіңе дәл қазір қандай кеңес айтар ең? Бір жыл бұрынғы өзіме айтатын кеңесім ұялма деп айтатын емде. Иә, жабықтау бала болатын. Сосын бір күні универде Лаура Омарқызы деген біздің тренер, мастеріміз ғой, журналист кісі, Люкс ФМ-де. Сол ораторский сабағын өткізеді ғой бізге. Анадан кейін таза жынды болып шығамын, мен терминатор болып ше. Арбатқа барып өлең айтатынмын, короче. Бәрібір болып кетеді ғой. Сонымен жатам да тикток түсіремін ғой. Сол ұятты сөйтіп жеңген болатын. Жалпы сол бір сабақтың өзі саған қатты бір әсер берді ғой негізі, иә? Иә, бір оқып алған жөн екен негізі. Өз-өзіңе қатты сене бермей, ертең бір моментті күте бермей, бір хотя бы опыт жинап жүру керек екен көп нәрсе.
мысалы ораторский деп бұрында актерский оқы, ораторский оқы дейтін, оған қайтем, өзімде бар нәрсе оқып шығады бір күні анау мынау. Сол мен оқып алдым, реально көмектесті. Өте жақсы жазсаң болады, үй алма деп айтарым деген секілді. Ал соңына келдік негізі, қалай енді саған мектеп анкетасы ұнады ма? Мектеп анкетасы жақсы екен, тура осындай бола ма негізі бұрында? Енді кішкене қалай айтсақ болады екен, современнылау ғой, жалпы қазіргі заманға сай қылып, кішкене взрослый қылып шығарғанымыз. Ал негізі мектеп анкетасында жақсы көретін қызыңның аты деген сұрақтар болатын. Оны сұрамай ақ қойын деп отырмын мен сенен. Оның өзін атын дейді жазып қоятын, мысалы, мен келіншегім аты Еркеназды, жақсы көретін қыздың аты Е деп, точка-точкадан З деп қойып, сондай нәрселермен қызық болатын негізі ол мектеп кезімізде біздің. Егер де сендер мектепте толтыратын болсаңдар, мүмкін басқаша болар ма еді деген сияқты ғой. Былай негізі анкета ұнады ғой? Ұнады, иә. Жақсы ғой, формат қалай саған? Формат әдемі екен, мықты екен, басынағындай түсініксіз болды ма кішкене? Түсініксіз, может, қиындау формат па деп ойладым. Жоқ, жеңіл, өте жеңіл. Тарих, әдебиет, мектеп дегенсің жоқ. Сондай бірдеңелер болмады. Ондай нәрсе жоқ. Әдемі өте, шақырғандарыңызға тағы да рахмет. Онда ұнады деп жазып қой. Бізде мәз болып қалайық соған. Және соңында бізде анкетаның фишкасы ол барлығында ең соңында қолтаңба қалдырып қоятынбыз. Өзіңнің 25 деп қолыңды қойып кетсең, қолтаңба жаз. Өзім қолтаңбамды жақсы көремін, мен айтпақшы. Подпись. Кезінде 5-ші класстан бері қойып алған нем ғой, жұлдыз болам депші. Жұлдызбен ба? Күшті, жақсы. Және тағы бір фишкасы ол анкетаның саған мінекей түрлі түсті ручкалар. Сән дейтін біз өзің қалағаныңша бар фантазияң жеткенше сурет салсаң болады, былай әртүрлі қылып боясаң болады, безендірсең болады. Мына парақ сенің еркіңде. Жасай берсең болады. Осымен мектеп анкетасы шығарылымыз аяқталды. Лайк басып, коммент жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.